келтірді ол камалға. Аязлатпай сені дауыл самалға, бір қарап қой енді анаң таманға, әлпешлемес сені анаңдай ешкім. Неге бүгін Гүмсай апа, Хүрліман қызыңызбен уақытқа жекем жаныңызда болды. Ешкімнен кем қылмайын деп қызымызды оқыты, тәрбиялап, міне жүрегін елжіретіп, міне ана жүрегіне аз ғана болса да кемлік келтіріп, қызымыз бүгін ұзатылу алдында тұр. Әрбір қыз бала ұзатылғанда ата-ананың ақ пәтиясы қабыл болады дейді. Бүгін міне һәм аталық, һәм аналық парызыңызды орындап жатыр екенсіз. Қызымызды күйеу балаңызға аманат етіп, өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды беріңіз. Бақытты болсын, өніп өсін, күйеу баламен бақытты болсын, бірі болсын, бақытты болсын. Рахмет, анасының көзіне келіп атырған жастары бұл, әлбетте қуаныш жастары. Қызымыз барған жерінде тастай батып, судай сіңіп бақытлы тұрмыс кешірсін. Қыз баланың қызметі сол басында, қала алмайды әке шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар расында. Қыз ұзату қиын екен анаға. Толы мүлкің жартыланып қалғандай, бір ағзаңды тәннен жұлып алғандай, кеуіліңе кемлік келіп тұрғандай. Қыз ұзату қиын екен анаға. Неге бүгін Нүрліман сіңлім балалық бенен туған шаңырақ бенен ата үйіменен қосыласып, бүгіннен бастап шын үйіне ұзатыласаң. Әрбір қыз баланың арманы бұл ата-анасының ақ пәтиясын алып, хаужарлар айттырылып, ұзатылып кету. Бүгін міне анаңыз сіздің арманыңызды орындап атырған екен. Барған шаңырағында осы ананың берген тәрбиясын қызметін менен көрсетпейсің. Міне бүгін әкең тәріптен келген туған туысқандарыңыз, әмде аналарыңыз, өзіңіздің құрбы құрдастарыңыз сізді небір ниетлер менен ақ пәтиялар менен ұзатып атырыпты. Енді міне осы дәрежеге жеткен екенсен барған шаңырағында сол шаңырақта бақытлы боламан деп емес, сол шаңырақта бақытлы қыламан дегейсен. Әр уақытта сіздерді сынап көреді. Сол сынақлардан сүрінбей өту үшін барған жеріңде еш уақытта сырттағы сөзге құлақ аспағайсан. Енді анаң сізден үміті барған жеріңде тастай батып, судай сіңіп, сол шаңырақта өніп өсу. Соның үшін уақытқа шекем сізді қанатылыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, анаңыз сізге пана болды. Енді барған жеріңде қайненең сізге пана болады. Ал күйеу баламыз сізге айтарымыз, бүгін міне анасы Гүмсай апамыз Хүрліман қызымызды сізге аманат етіп тапсырады. Осы қызымызды қалған жағында сенген асқар тауы сіз боласыз. Қызымыздың еш уақытта көзіне жас келтірмей, қызымызды қоллап, қуатлап, ендігі жағында бақытлы тұрмыс кешіру сіздердің қолыңызда. Сіздерге айтарым, өмірде сабырлы болың. Сабырлы болсаңыз, не бір бәлен шыңларға жетесіз. Ал Хүрліман сіңлім, осы жерде сізге міне ақ пәтиялар беріліп атыр. Барған шаңырағында адал қызмет етіп, сол шаңырақтың керегесін құлатып алмауға әрекет еткейсің. Бүгін міне анаңыз сізге арнап қолларынан келгенше сауға саламларын беріп атыр. Сол сауға саламларын барған шаңырағында күйеу баламызбенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Халқымыздың ібратлы сөздері бар. Дүниядағы ең батыр инсан кім дегенде бұл қыз бала екен. Себебі қыз бала бір өзі сырын білмеген шаңыраққа барып, сол шаңырақта өніп өсіп, үлкен тұрмыс кешіруге әрекет етер екен. Ал сіңлім осы сөздерге құлақ асып, ендігі жағында қалған үміт, анаңның үміті сізден болады. Енді міне қызымызға арналған Хаужар қосығына нәубетті береміз. Хаужар қосығы уақытында жасылкен аналарымыз, жасылкен апаларымыз келіп, не қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан туған туысқандар қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз.
деп қыз жеңгелері қызымызды күйеу баламызға аманат етеміз. Ал күйеу баламыз мен өлген қызымыз туған туысқандарын анасын тастап, сіз бенен бір өмір тұрмыс кешіруге қадам тастайды. Бүгінгі ереже бағамызды шарағында тойлар қыласың. Қызымыз барған жерінде өніп өсіп, үлкен шаңырақтардың бірі болсын деп қаламыз.